Бүгін бізде квадрат түбірдің қасиеттері. Мына жерден 7 қасиеті жазылған. Әрқайсысына мысал келтірілген. Түбір астында бізде үнемі оң сан болады. Теріс емес сандар. Екінші кез келген, мына белгі бізде кез келген дегенді білдіреді. Кез келген теріс емес а үшін x квадрат тең а деген теңдеу орындалады. Оның шешімі x тең плюс минус түбір астында. Мына жерде де міне кез келген а нақты сан үшін мына теңдік орындалады. Және мынандай қасиеттер орындалады. Теріс емес а және б сандар үшін мына теңдік, мына жерде қатынас көбейту болатын болса, төртіншісінде түбір астында а көбейту б тең квадраттардың көбейтіндісіне. Мына жерде квадраттардың қатынасына тең болады. Мына жерде түбір астындағы дәреже теңдіктері және n жұп саны үшін мынандай теңдік орындалады. Дәреже n бөлінген 2 деп шығады. Және әрқайсысына мысал келтірілген. Оны енді қарап көрсеңдер болады. Және мына жерде көрсетілген тағы да мына белгі кез келген немесе барлық сандар үшін деген мағынаны білдіреді. Енді барлық есептердің шешімін қарастырмаймыз. Кейбірін қарап көрейік. Мысалы, біріншісі болатын болса, 121 көбейтілген 64 түбір астында, жеке 121 көбейтілген 64 деп аламыз. 121 түбір астынан 11, 64 түбір астынан 8 көбейтсек 88 болады жауап. Мысалы, 5-ші есепті қарап көрейік. 0,4 көбейтілген 81, 25 тең болады. 0,4 деп жеке жазып аламыз. Көбейтілген 81 түбір астынан және 25. 0,4 ол 0,2 болып шығады. 81 түбір астынан 9 болып шығады және 25 ол 5. Бұл жерде енді тиімді көбейту әдісін қолданайық. 0,2 мен 5-ті көбейтсек, бізде 1 болады. 1-ді 9-ға көбейтсек, ол 9 болады. Мысалы, мына есеп шығарып көрейік. 4-ші есепті. Алдымен бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. Түбірдің астында барлық әрине. Бөлімінде 16 қалады. 16-ны 10-ға көбейтеміз. 160 болады. 160-ға мына 9-ды қоссақ, 169 болады. Енді жеке 169 түбір астынан 16 түбір астынан деп жазамыз. Мұнда 13, мұнда 4 болады. 4-тен 13 жауап. Мына жерде бірінші бөлшекті көшіріп алайық. 121 бөлінген 144. Екінші бөлшек бізде 4. Жаңағыдай бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Екеуін көбейтеміз және бірге қосамыз. 9 болады. Түбір астынан. Енді мына жерде бірден шығарсақ та болады. Түбірдің астынан 121 түбір астынан ол бізде 11. 144 түбір астынан. Мына жерде жалпы түбірдің астынан жасақ болады. 12. 9 3 болады. Көбейту. Мына жерде 2 болады бізде. Түбір астынан шығарып алдық. Ары қарай мына жерде қысқартсақ болады. 3 пен 12-ні 4 болады. 1-ге 11-ді көбейтсек 11 және 4-ге 2-ні көбейтсек 8. Енді мына аралас бұрыс бөлшекті аралас бөлшекке айналдырсақ та болады. Тең 1,8-ден 3 болады. Қалған есептерде осылай шығады. Өрнектің мәнін табыңдар дейді. Енді бұл жерде бірінші есепті қарайық. 810 көбейтілген 40. Нақты түбір астынан 810 немесе 40-тың өзі шықпайды. Сондықтан біздер оларды түрлендіреміз. 81 көбейтілген 10 деп жазамыз 810-ды. 40-ты ол 10 көбейтілген 4 деп көбейткіштерге жіктейміз. Тең. Енді 81 түбір астынан 9 болады. 10-ға 10-ды көбейтсек, ол 100 болады. Түбір астынан 100 бізде 10. Сосын 4 түбір астынан ол 2 болады. Сосын барлық түбір астынан шықты бізде айтпақшы.
түбір болмайды, түбір астынан шығардық. Тоғызға 2-ні көбейтсек 18, 18-ге 10-ды көбейтеміз. 180 болады жауап. Мысалы, үшінші есепті қарап көрейік. 72 көбейтілген 32 түбір астынан тең 32-ні біздер 2 көбейтілген 36 деп жүктесек болады. 32-ні 2 көбейтілген 16 деп жүктесек болады. Әзірше барлық түбір астында. Енді мына жерде толығымен жазайық. 2 көбейту 2 4 көбейтілген 16 барлығы әлі түбір астында. Сосын түбір асты 36 ол 6, түбір асты 4 ол 2, түбір асты 16 ол болады 4. Енді барлығын көбейтіп шықсақ, бізде 48 болады жауап. Мысалы, 6-шы есепті қарайық. 4,9 көбейтілген 360 түбір астында 4,9-ды көбейтеміз. 360-ды енді біздер жүктейміз. 10 көбейтілген 36 деп. Барлығы түбір астында. Енді мына жерде 4,9 бен 10-ды көбейтсек, мына түрде өшіреміз, бірақ мына 0-де де өшіреміз, сонда бізде 49 болады. 49 көбейтілген 36 түбір астынан 49 түбір астынан бізде 7 болады, және 6 жауап 42. Қалған есептерде осылай шығады. Түбірдің мәнін табыңдар. Түбірдің мәнін табыңдар, оны мысалға мына бірінші есепті қарайық. 13 квадрат азайтылған 12 квадрат түбір астында. Енді жеке-жеке 13-ті квадраттап, сосын 12-ні квадраттап, сосын оларды азайтып отырмаймыз. Біздер қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. А квадрат азайтылған b квадрат. Яғни квадраттардың алымы ол бізде екі жақшаға жүктеледі. А минус b, а плюс b деп. Соны қолданамыз. Түбірдің астында 13 азайтылған 12 дейміз бірінші жақша, екінші жақша 13 қосылған 12 дейміз. Бірінші жақша енді 12 азайтылған 13 азайтылған 12 1 болады. Ал екіншісінде 25 болады. Енді бір түбір астына 1 оны жазбаймыз, және 25 ол 5 болады. Міне жауап осылай шығады. 5-ші есепті шығарып көрейік. 45,8 квадрат азайтылған 44,2 квадрат барлығы түбір астында тең. Тура осылай 45,8 азайтылған 44,2 жақшаның ішінде. Сосын 45,8 қосылған 44,2 және барлығы да түбірдің астында тең. Бірінші жақшада біздер азайтсақ 1,6 болады. Көбейтілген екінші жақшаны қоссақ біздер 90 болады. Түбірдің астында. Енді 1,6 көбейтілген 90-ды жүктейміз. 10 көбейтілген 9 деп. Ары қарай тең. Мына жерден жалғастырайық. 1,6 мен 10-ды көбейтсек, бізде 16 болады. Сосын көбейтілген 9 дейміз. 16 түбір астынан 4 болады, 9 түбір астынан 3 болады. Жауап 12. Мысалға, 4-ші есепті қарайық. 4-ші есеп 17 квадрат. Ал мына жерде 64 деп жазылып қойған. Ол қандай санның квадраты? 8-ді болады екен. 8-дің квадраты тең. Ары қарай стандарт бойынша 17 азайтылған 8, 17 қосылған 8 барлығы түбірдің астында тең болады. 9 және 25. Тең 3 көбейтілген 5 тең 15 болады. Енді 8-ші есепте біздер 2,5-3 квадрат азайтылған 2,5-2 квадрат барлық түбірдің астында квадраттардың алымы болып шығады.
тура солай жазамыз барлығын. Бірінші жақша азайтамыз, екінші жақша қосамыз. 2,5-тен 2 түбірдің астында тең. 2 азайтылған 2,0 болады. Мына жақта ортақ бөлгіштері тең, сондықтан мына жерден 5 деп жазамыз ортақ бөлімі. 3-тен 2-ні азайтсақ 1 болады. 4-дің астында 2 қосылған 2 болады 4. Бұл жерге әзірше 4 деп қояйық. Сосын 5-тен 3 қосылған 5-тен 2 ол 5-тен 5 болады. 5-тен 5-тен бізде шығады 1, яғни 4 қосылған 1 тең болады 5. Сонда мына жерге көбейту 5 деп жазамыз. 5 пен 5 қысқарады, 1 қалады. Түбір астында 1 ол 1 болады. Қалған есептерде осылай шығады. Өрнектің мәнін табыңдар дейді. Енді бірінші есепте бізде квадраттардың көбейтіндісі берілген. Оларды ортақ бір түбірдің астында жазаламыз. 16 болады. Түбір асты 16 ол 4. Екінші есеп. Түбір асты 2 бөлінген түбір асты 18. Тұтас бір түбірдің астында жазаламыз. 2 мен 18 қысқарады. 1 болады, 9 болады. 9-дан 1. Түбір астында. Түбір астынан 1 бізде 1-ге тең. Түбір асты 9. Бұл бізде 3-ге тең. Жауап 3-тен 1 болады. Енді қалған есептерде солай шығады. Мысалы 7-ші есепті қарайық. 13 түбір астынан көбейтілген 52 түбір астынан. Ортақ түбірдің астында 13 көбейтілген 52 тең. Енді 13-52 тағы да түбір астынан шықпайды. Оларды жіктейміз. 52 ол 13 көбейтілген 4 болады. Түбір астынан 13-ке 13-тің квадраты және көбейтілген 4. Енді бағана қасиеттері бойынша біздер айттық. А квадрат түбір астынан шығатын болса, ол А болып шығады дедік. Яғни 13 квадрат түбір астынан 13 болып шығады. 4 түбір астынан 2, 13-ке 2, 26 болып шығады. Қалған есептерде осылай шығады. Көбейткіштерді квадрат түбір таңбасы алдына шығарыңдар. Мысалы, бірінші есепті қарайық, 27 түбір астынан көбейткіштерді квадрат түбір таңбасына. Алдымен 27-ні көбейткіштерге жіктеп алуымыз керек біздер. 9 көбейтілген 3 болып жіктеледі. Жіктеген кезде біздер бір сан түбірдің астынан шығатындай болып жіктеуіміз керек. Яғни мына жерде 9 түбір астынан шығады. 9 түбір астынан ол 3 болады, ал түбір асты 3 қалып қояды. Квадрат түбір таңбасы алдынан шығарыңдар дейді. Алдынан шығардық 3-ті. Есеп орындалды. Екінші есеп 98 мысалға тең 10-ы 49 көбейтілген 2 деп жіктесек болады тағы да. 49 түбір астынан бізде 7 болады, түбір асты 2 қалып қояды. Яғни бұл есептерде алдымен сол кіші сандарға бөліп көру керек. Квадратын табу үшін 2, 3 деген сандарға. Мысалы 5-ші есеп немесе 5-ші есепті қарайық. 432. Мысалы 432 белгісіз, қандай екі санға жіктеуіміз керек екен. Сондықтан мысалы 2-ге бөліп көрсек болады. 2-ге бөлсек 216 болады. Бірақ 216 бізде түбір астынан шықпайды. 3-ге бөліп көрсек болады. 3-ге бөлетін болсақ, мысалы мына жерге бөліп көрейік. 432-ні 3-ге бөлсек 1-ден береміз. 1 болады. 3-ті түсіреміз. 4-тен береміз. 12. 1 азайтамыз. 2-ні түсіреміз. Тағы да 4-тен 144 болады екен. Енді 144 түбір астынан шығады болады. Сендерде кітаптарында кесте болады, немесе квадраттардың кестесін қарайсыңдар. 144 көбейтілген 3 болып жіктелді. 144 түбір астынан 12, түбір астында 3 қалады. Мысалы 7-ші есеп қалай болатынын көрейік.
3 түбір астында 12. 3-ке тиіспейміз, ол өз беталдан тұрады. 12-ні біздер енді 4 көбейтілген 3 деп жіктейміз. 3 көбейтілген қалады. 4 енді түбір астынан шығады, ол 2-ге тең, мына жерге жазамыз. 6 түбір асты, мына 3 қалады. Енді 3 пен 2-ні көбейтсек, ол 6 түбір асты 3 болады жауап. Енді қалған есептер де солай шығады. Мысалы 12-ші есеп 0,2 түбір астында 300. 0,2 жаңағыдай жазамыз. 100 көбейтілген 3 деп жіктеледі. 300 ары қарай тең 0,2 көбейтілген 100 түбір астынан бізде 10 болады. Түбір асты 3 қалады. 0,2 мен 10-ды көбейтсек болады 2 түбір асты 3. Көбейткішті квадрат түбір асты таңбасы астына алыңдар дейді. Бұл жерде енді керісінше біздер мысалы бірінші есепті қарайық. 2 түбір асты 3 саны берілген квадрат түбір таңбасы астына алыңдар дейді. Яғни 2-ні біздер квадраттың астына алуымыз керек. Ал кез келген сан квадраттың астына алынған кезде квадратталып кіреді. Яғни 2 ол бізде қандай санның квадраты? 4-тің, яғни түбір асты 4 деп алсақ болады. Мына жағында түбір асты 3 көбейтіледі. Түбір асты 4 ол 2. Сосын жалпы түбірдің астында жазамыз. 4 көбейту 3 деп ортақ түбірдің астында 12 түбір астына болады жауап. Мысалы екінші есепті көрейік. 5 түбір асты 2. Мына жерде 25 түбір астынан деп жазамыз. Бірінші 5-ті. Сосын түбір асты 2-ні көбейтеміз. 25 көбейтілген 2 түбір асты 50 болады жауап. Мысалы 5-ші есепті қарайық. Алдында 2-ден 1 тұр. Түбір асты 8. Енді 2-ден 1 бізде былай жазсақ та болады. Квадрат деймізді, түбірдің астынан жазамыз. Көбейтілген түбір асты 8 деп. 1-дің квадраты 1, 2-ның квадраты 4. Сосын ортақ көбейткіш түбірдің астына жазсақ 8 деп. 8 бен 4 қысқаратында 2 болады. 2-ге 1-ді көбейтсек, түбір асты 2 болып қалады. Мысалы 10-ші есепті қарайық. 0,5 көбейтілген 60 түбір астында. 0,5-ті 0,125 деп түбірдің астында жазсақ болады. Сосын 60. Екеуін енді ортақ түбірдің астына алып көбейтеміз. Енді бұл жерде 0,25-ті 125-ті 60-ға бағана көбейтсек те болады. Немесе мына жерде 0,125 деген ол 4-тен 1 екенін еске түсірсек, көбейтіп 60 деп жазамыз да қысқартамыз. Түбір асты 15 болады. Сонда мына жерде 1, мына жерде бізде 15. Түбір асты 15 деп жазамыз. Енді қалған есептерде солай шығады. Мысалы 4-ші есепті тағы бір қарайық. Мына жерде жаңа айттық, біздер 4 көбейтілген түбір асты 7, 4 квадрат деп. Мысалы мына жерде біздер жаңа 2 ол деген түбір асты 4, немесе 5 ол түбір асты 25 деп айттық қой. Мына жерде ол түбір асты 16 деп жазсақ болады, немесе 4-тің квадраты деп жазсақ болады түбір астында. Сосын түбір асты 7-ге көбейтеміз. 16 қой міне, немесе 4-тің квадраты деп жазсақ та болады. Сосын барып 16 көбейтілген 7 деп барып жазсақ та болады. Немесе 1-ден 16 деп жазсаңдар да болады. Ары қарай жауап 112 болады түбір астына. Көрсетілген амалды орындаңдар дейді. Бірінші есепті қарайық. 6 түбір асты 2 қосылған 5 түбір асты 18. Енді қосу амалын орындау үшін бізде мынау түбірлердің астындағы сандар бірдей болу керек. Яғни түбірлер бірдей болу керек. Ал бізде 2, 18. Сондықтан
2-ге тиіспейміз да 18-ді біздер жіктейміз. 9 көбейтілген 2 деп. 6 түбірасты 2-ні көшіреміз. Қосылған 5 көбейтілген дейміз да 9 түбірастынан бізде 3 болып шығады. 6 түбірасты 2 мынау қалады. Ары қарай тең 6 түбірасты 2 қосылған 5-ке 3-ті көбейтсек 15 түбірастында 2 қалады. Ал енді барып қосаламыз біздер. 6 түбірасты 2 және 15 түбірасты 2. Неше түбірасты 2 болады? 21 түбірасты 2 болады. Мысалы, 4-ші есеп. 3 түбірасты 20 қосылған 5 түбірасты 45 азайтылған 2 түбірасты 80 тең. Бұларды жіктейміз. 3 көбейтілген 20-ны 4 көбейтілген 5 деп жіктейміз. Себебі 4 түбірастынан шығады. Қосылған 5 45-ті 9 көбейтілген 5 деп жіктейміз. Азайтылған 2 80-ді 16 көбейтілген 5 деп жіктейміз. 4 түбірастынан шығады. 9 түбірастынан шығады және 16 түбірастынан шығады бізде. 3 көбейтілген 2 түбірасты 5 болып қалады. Қосылған 5 көбейтілген 3 түбірасты 5 болып қалады. Азайтылған 2 көбейтілген 4 түбірасты 5 болып қалады. Мұнда 6 түбірасты 5, 15 түбірасты 5 және 8 азайтылған 8 түбірасты 5 болады. Тең. Оның алтауына енді түбірасты 5, түбірасты 5, түбірасты 5 болды. Енді амалды орындай аламыз. 6-ға 15 қоссақ 21, 21-ден 8 азайтсақ 13 түбірасты 5 болады жауап. 6-шы есеп. Енді бұл жерде бізде қысқаша көбейту формуласы квадраттардың алымы болады. Себебі мен жаздық бұдан алдым. А минус Б плюс Б 2 жақша. Ол бізде квадраттардың алымы болып жазылады. Квадрат түбірді жояды. 3-тің өзі қалады. 1-дің квадраты 1. Жауап 2. Сандарды салыстырыңдар дейді. Бірінші есеп. 2 түбірасты 5 және түбірасты 45. Енді түбірасты 5-ті біздер түрлендірейік бірден. Ол 9 көбейту 5 деп. Мынаны көшірейік 2 түбірасты 5 деп. 9 көбейту 5, ол бізде 3 түбірастында 5 болады. Яғни салыстыру үшін бізде түбірлеріміз бірдей болу керек. Мына түбірасты 5 және түбірасты 5. Енді 2 мен 3-ті салыстырсақ, әрине 2 үлкен, 3 үлкен, сосын түбірасты 45 үлкен деп айтамыз біздер. Екінші есеп. 27-ні біздер 9 көбейтілген 3 деп жіктейік. Және 4 түбірасты 3 деп мына жерге жазамыз. 9 түбірастынан 3 болады. 3 түбірасты 3 деп жазамыз және 4 түбірасты 3 деп жазамыз. 4 3-тен үлкен болғандықтан 4 түбірасты 3 үлкен болады бізде. Түбірасты 27-тен. Қалған екі есепте солай шығады бізде. Өрнек құрамындағы әріптер оң мәндер қабылдайтын деп алып, өрнекті ықшамдаңдар дейді. Так, түбірасты енді бұл жерде бірден шығарып кете берейік. 16 түбірастынан 4. Ал бағана бізде соңғы 7-ші қасиет болды. Яғни А-ның n дәрежесі өрнегі берілсе, ол А-ның n бөлінген 2-ші дәрежесі болып шығады дедік. Енді оң сандар, яғни модульді қоймай қойсақ болады. Сонда x 2 бөлінген 2 деп жазамыз ғой. Сонда 4x болып шығады. 2-ні 2-ге бөлсек 1 болады. Жауап 4x болады. Екінші есеп 0,125 А-ның квадраты B-ның 4-ші дәрежесі түбірастынан 0,125 ол 0,5 болады. А-ның квадраты ол А болады. Себебі 2-ге 2-ні бөлсек, мына жерде 1 болады. Сосын B-ның 4-ші дәрежесі ол B квадрат болады. Себебі 4-ті 2-ге бөлеміз. Үшінші есеп 1,144 ол 1,10-2 болады. А квадрат А болып шығады. X-ның 6-шы дәрежесі X-ның кубы болып шығады. Алтыншы есеп 64
түбір астынан 8, a-ның 4-ші дәрежесі a квадрат, c-ның 6-ші дәрежесі ол c куб болады. 81 түбір астынан 9, x-ның 4-ші дәрежесі x квадрат, y-дің квадраты ол y болып шығады. Қалған есептерде осылай шығады. Көрсетілген амалды орындаңдар. Бұл жерде жақшаны ашсақ болады бірден. Түбір асты 20, азайтылған түбір асты 5, көбейтілген түбір асты 5. Яғни түбір асты 5-ті 20-ға көбейтеміз, түбір асты 20, және түбір асты 5-ке көбейтеміз. Түбір асты 20 көбейтілген түбір асты 5, азайтылған түбір асты 5, көбейтілген түбір асты 5. Сосын, мына екеуінің ортақ түбірдің астында жасақ 20 көбейтілген 5, түбір асты 100, азайтылған түбір асты 25. Мына екеуін көбейтсек, яғни түбір асты 110 және түбір асты 25, 5. Жауап 5. Төртінші есеп. Бұл жерде қысқаша көбейту формуласы жаңа алдыңғы есептерде де бізде кездесті. a минус b, a плюс b, яғни 8 түбір астында квадрат, және түбір асты 5-тің квадраты. Түбір асты 8 квадрат бағанада айттық, квадрат түбірді жояды. 8 және азайтылған 5, жауап 3 болады. Қалған екі есепте осылай шығады. Айнымалының барлық мүмкін мәндерін табыңдар дейді. Бұл не деген сөз? Бұл бізде түбірдің астында қандай мәндер қабылдай алатын біздер бағана қасиетінде жаздық. Олар тек қана оң мәндер, теріс емес мәндер, яғни x квадрат қосылған 9 бізде үлкеніне тең 0-ге болу керек. Енді бұл жерде талдап көрейік, анализ жасап көрейік. X квадрат бізде x-ің орнында қандай сан болмасын, теріс немесе оң сан болсын, ол квадрат. Квадрат үнемі бізге оң санды береді. Ал оң санға біздер оң санды қоссақ, мына екі қосылғыш үнемі оң сан болып шығады. Яғни, мына теңсіздік орындалады. 0-ден үлкеніне тең. Сондықтан, біздер бірінші есепте айтамыз. X кез келген нақты сан дейміз. Немесе минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін, яғни кез келген санды осылай қоямыз. Екінші есепте түбір асты 1 бөлінген x. Енді мына бөлімі алымы бізде оң сан болып тұр, тек бөліміне қараймыз. Бөлімі бізде x біріншіден 0-ге тең болмау керек. Себебі бөлімінде 0-ге тең болса, біздер мәнін таба алмаймыз, сондықтан шектеу қоямыз. Ал екіншіден бізде x оң сандар болу керек. Себебі түбір астынан тағы да біздер теріс сандарды аламаймыз, тек қана оң сандар болады. Жауап не осылай болады. Үшінші есепте модуль x түбір астынан. Енді модуль бізде үнемі оң санды береді. Біздер ол жерге теріс санды қойсақ та, мысалы минус 3 модульден деп қояйық. Ол бәрібір түбір асты 3, оның мағынасы бар. Сондықтан модуль үшінші жауапта бізде кез келген сан дейміз. X минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін кез келген санды қоя аламыз. Шектеу жоқ. Төртінші есепте бөлімі бізде алымы 4, тек қана бөліміне қараймыз. Бөлімінде шектеу қоямыз, және де x бізде 0-ге тең болмау керек, 0-ге бөлуге болмайды. Және түбір астында бізде тек қана оң сандар болу керек. Жауап не осылай болады. Бесінші есепте модуль x қосылған бір түбір астынан тең болады. Бұл жерде енді бізде тек қана оң сандарды қабылдайды модуль. Оң санға оң санды қоссақ, үнемі оң санды аламыз. Сондықтан бұл жерде ешқандай шектеу жоқ. Түбір астында үнемі оң сандар болады. Сондықтан x бізде минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін деп айтамыз жауаптарын. Алтыншы есеп. Бөлімі бізде алымы 1, шектеу жоқ ешқандай да. Енді түбір асты x бізде
Енді бөлімін қарау керек бізде қай кезде нөлге айналып кетеді, яғни түбір асты x қандай болған кезде нөлге айналып кетеді. Егер түбір асты x бізде, яғни x 4-ке тең болатын болса, ол бәрібір бізге 2-ні береді. Яғни тек қана түбір астындағы x теріс сан болмаса болды деп айтамыз. Яғни мынандай шешім болады. X үлкен не тең 0-ден. Қалған барлық сандар қабылдай алмаймыз. Сондықтан басқа теріс сан түбір астынан бола алмайды. Сондықтан тек қана мына сандар болады бізде. 7-де бізде квадрат тұр. Квадрат тұрған жерде түбірдің астында теріс сан болсын, оң сан болсын, ол немі оң санға айналып кетеді. Яғни x-ның орнына теріс сан қояйық, қазір оң санды қояйық. Ақша бізде қандай таңбада болмасын, ол квадрат немі оң санды береді. Сондықтан шектеу жоқ. Минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін болады жауап. Және соңғы есеп жерде x бізде 1-ге тең болмау керек. Егер x 1-ге тең болатын болса, түбір асты x бізде ол түбір асты 1 болады, сосын 1-ге тең болады. Яғни мына түбіріміз 1-ге айналып кетеді. 1-ден 1-ді азайтсақ 0 болады. 0-ге бөлуге болмайды деп айтамыз. Сондықтан шектеу қоямыз. X 1-ге тең болмау керек деп. Сосын x-дің өзінің түбір астындағы шарты ол x үлкен 0-ден болу керек. Теріс сандар қабылдай алмай түбір шығара алмаймыз. Яғни жауап не осындай болады 8-ші есепте. Ары қарай. Мына жұлдызша белгісінің орнына мына таңбалардың тиістісін қойыңдар дейді. Яғни салыстыру керек. Енді бұл жерде 7,5, 7,6 көрініп тұр, яғни бірден жазсақ болады, былай болатын. 3-тен 1 және 0,3 дейді. Енді бұл жерде бөлшектерді салыстыруға келеді көбінесе. 3-тен 1 және 0,3 дегенді 10-нан 3 деп салыстырсақ болады. Салыстыру кезінде біздер қайсы бөлшек үлкенін анықтау үшін 3-ті астынан бастаймыз. 3-ті 3-ке көбейтеміз, 10-ды 1-ге көбейтеміз. Сонда 10 мына жаққа барады. 1 көбейту 10 болады. Мына жерде 3 көбейту 3 болып барады. 10 үлкен ба, 9 үлкен ба? 10 үлкен. Яғни мына бөлшек үлкен болады. Сондықтан 3-тен 1 түбір астынан үлкен болады. Мына жерде енді бірінші сан 0, 0. Ал екінші санына байланысты қараймыз қазір. Өтірден кейін бізде 1 тұр, мына жерде өтірден кейін 0 тұр. Енді әрине 1 үлкен болғандықтан бізде мына түбір үлкен болады. Ары қарай кеттік. Түбір асты 7 немесе 2,6 қайсы үлкен екенін салыстыру үшін. Енді түбір асты 7 бізде шықпайды. Сондықтан 2,6-ны біздер түбірдің астына енгіземіз. 2,6 ол тең болады түбір астында 2,6-ның квадраты деп. Біздер айттық, кез келген санды түбір астына енгізетін кезде ол квадратпен кіреді. Ал енді 2,6-ның квадратты сандары, яғни өз-өзін көбейтсеңдер, ол 6,176 болып шығады түбір астында. Ал енді салыстырыңдар. Түбір асты 7 үлкен ба, 6,176 үлкен ба? Түбір асты 7 үлкен. Сондықтан біздер айтамыз, мына сан үлкен деп. Енді мына жерде де солай, 6 мен 6-ны көбейтесіңдер, 11 мен 5-ті көбейтесіңдер. Мына жерде 55 болады, мұнда 36 болады түбір астынан. Сондықтан мына бөлшек үлкен болады бізде, 6-тан 5 түбір астында. Түбірдің мәнін табыңдар. Бұл жерде 165-ті квадраттап, 124-ті квадраттап, сосын олар азайтып, сосын 164-ке қысқартып, бөліп отырмаймыз. Біздер қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. Мысалы, екінші есеп шығаратын болсақ, 176 азайтылған 112 дейміз бірінші жақша, екінші жақша 176 қосылған 112 дейміз. Үстінде бізде 98 болып қала береді. Тең. Қысқаша көбейту формуласымен. Мына жерде енді бірінші жақшада азайтсақ 64 болады. Екінші жақшада бізде 200 көбейтілген 288 болады. Ал мұнда 98 болып қала береді. 98 бен
288-ді қысқартайық. Себебі 64 түбір астынан өзі шығады, оған тиіспейміз. 2-ге қысқартсақ, мұнда 49 болады, мұнда 144 болады. Сонда ары қарай 49, 64 және 144 болып шығып жатыр бізде түбір астында. 49 түбір астынан ол 7, 64 түбір астынан 8 және 144 12 болады. Ол жауап 96-дан 7 болады. Қалған есептер тура осылай шығады. Түбірдің мәнін табыңдар дейді. Бұл жерде де міне 0,189-ға 0,182-49 көбейту оларды қосып отырмаймыз. Біздер мына ортақ көбейткішті қараймыз. Ортақ көбейткіш бар екен, оны жақшаның сыртына шығарамыз. Жақшаның ішінде 0,187 қосылған 0,182 болады. Және түбір астынан аламыз барлығын. Ары қарай 49 көбейтілген жақшаның ішінде бізде 1,169 шығады. Оның барлығын түбір астынан аламыз. 49 түбір астынан 7 көбейтілген 1,3 болады. Ары қарай 7 көбейтілген 1,3 ол 9,1 болады. Мына есепте де екіншісінде сондай болады бізде. 1,144, 1,144 жақшаның сыртына шығарамыз. Жақшаның ішінде 1,121 және 0,4 қалады. Алар жақшаның ішінде қалады, азайту болып. Барлығы түбірдің астында тең. 1,144 көбейтілген жақшаның ішіне азайтсақ, болады бізде 8, 0,81. 181 тең болады. 1,144 түбір астынан 1,2 болып шығады. 0,81 бізде 0,9 болып шығады. Көбейтеміз. Енді 12-ге 9 көбейтсеңдер 108 болады, бірақ түрден кейін бізде бір сан және бір сан болғандықтан екі сан шекереміз 1,108 болады. Өрнекті ықшамдаңдар дейді. Енді бірінші есеп 2 азайтылған түбір асты 2 квадрат қосылған түбір астында түбір асты 2 азайтылған 1-дің квадраты. Біздер айттық, формула бойынша а квадрат түбір астынан ол тең аға дедік. Бірақ бізде шарт а мынандай сан болу керек, яғни теріс емес сан болу керек. Сондықтан мына жерде бізде түбіріміз теріс емес сан болу керек. Яғни түбір асты 2-ні біздер шамамен білеміз, ол 1,4 екен. Сонда 2-ден азайтамыз 1,4-ті. Бізде 0,6 шығады шамамен. Ол оң сан. Сондықтан оны бізде қорықпай 2 түбір асты 2 деп шығарсақ болады. Яғни мына квадрат түбірді жояды. Болды. Жақшаның өзі қалады. Екіншісінде түбір асты 2 шамамен 1,4 дедік. 1,4 азайтылған 1 ол 0,4. Ол да оң сан. Сондықтан қосу дейміз міне. Сосын түбір асты 2 азайтылған 1-де түбір астынан шығарамыз. Мына квадрат мына түбірді жояды. Ары қарай есептейміз. Түбір асты 2 мыналар кетер жойылады. 2-ден 1-ді азайтсақ, жауап 1 болады. Бұл бірінші есеп. Үшінші есепті қарайық. Түбір асты 7 азайтылған 2-ның квадраты түбір астында. Қосылған түбір асты 7 азайтылған 5 квадрат түбірдің астында тең. Түбір асты 7 ол шамамен 2,3. Яғни 2,3 азайтамыз 2. Ол оң сан. Мына жердегі мына сан үлкен болып тұр. Сондықтан және де біздер түбір асты 7 азайтылған 2 деп түбір астынан шығарамыз. Оң сан квадрат түбірді жояды. Қосу ары қарай. Енді мына жерде 2,3 азайтылған 5. Бұл жерде теріс сан шығып жатыр. Мына сан, мына түбір асты 7 5-тен кіші. Бұл жерде теріс сан шығып жатыр. Теріс сан шығатын кезде біздер орнымен ауыстырамыз. Яғни 5 азайтылған түбір асты 7 деп жазып алайық. 5 пен түбір асты 7-ні орнына ауыстырдық біздер. Неге? Мысалы былай. 2 қосылған 3 тең болады 3 қосылған 5. Яғни қосылғыштарын орнына ауыстырғанмен қосудың мәні өзгермейді. Мұнда да 5 болады жауап. Ал егер 2 азайтылған 3, сосын 3 азайтылған 2 деп жазатын болсақ, мұнда -1 болады, ал мұнда 1 болады. Яғни -1 1-ге тең емес, ол дұрыс емес. Азайту кезінде
орындарымен ауыстыра алмаймыз. Бірақ олар квадраттың астында болатын болса, яғни 2 минус 3 квадрат, сосын 3 минус квадрат, онда мына жерде минус 1-дің квадраты болады, және 1-дің квадраты болады. Минус 1-дің квадраты 1, және 1-дің квадраты 1. Олар тең болады. Сондықтан біздер мына жерде азайту кезінде орындарын ауыстыра аламыз біздер. Тек бірінші дәреже болған кезде, мына жерде бірінші дәреже болатын болса, ауыстыра алмаймыз. Квадрат болған кезде ауыстыра аламыз. Ал көшірейік, түбір асты 7 азайтылған 2 плюс мына жерде 5 минус 7 деп шығады бізде. Минус түбір асты 7 деп. Мыналар жойылады. Минус 2 плюс 5 бізге береді 3. Қалған екі есепте осылай шығады. Көбейткішті түбір таңбасы алдына шығарыңдар. Бірінші есепті қарайық. 0,5 түбір астында 60 а квадрат тең. Енді 0,5-ті көшіреміз. 60-ты біздер жіктейміз енді. Ол 4 көбейтілген 12 немесе 4 көбейтілген 15 дейміз. Көбейтілген а квадрат дейміз. 0,5. Енді 4 түбір астынан бізде 2 болып шығады. Ары қарай 15 шықпайды, қалып қояды, және а квадрат түбір астынан а болып шығады. Ал 15 қалып қояды бізде. Енді 2 мен 0,5-ті көбейтсек, ол 1 а түбір асты 15, немесе а түбір асты 15 деп жазамыз, осы жауап болады. Екінші есепті көрейік. 2,1 300х 4-ші дәрежесінде түбір астында 2,1-ді көшіреміз, және 300-ді 100 көбейтілген 3 деп жазамыз. Х 4-ші дәрежесінде әзірше тұра тұрсын, тең. 2,1 көбейтілген 100 түбір астынан 10 болып шығады. Және х-ның 4-ші дәрежесі, бағанада біздер айттық, 4 дәрежені 2-ге бөлеміз дедіге, х 4 бөлінген 2 квадрат болып қалады. Ал түбір асты 3 мынау қалып қояды. Мынау түбір асты 3 қалып қояды. Енді 10-ға 2,1-ді көбейтсек, бізде болады 21. Үтірді көшіреміз, және мына бір 0 жойылады. 21 болады. Сонда х квадрат түбір астында 3. Міне осылай болады жауап. Мысалы 7-ші есепті қарайық. Минус b түбір астында 48 а және b-ның 4-ші дәрежесі тең. Минус b көбейту 48-ді біздер енді 16 көбейту 3 деп жіктейміз. А сосын b-ның 4-ші дәрежесі түбір астында. Минус b 16 түбір астынан 4 болып шығады. 3 қалады, а қалады, ал b квадрат болып шығады. 3а түбір астынан қалады. Сонда жауап минус 4. Бірінші санды жазамыз. b бірінші дәрежесінде b квадратын көбейтсек, b куб болады. Сосын түбір астында 3а болады жауап. Келесі. Қалған есептерде осылай шығады. Сандарды салыстырыңдар дейді. Бірінші есеп 0,2 түбір астында 200 және 10 түбір астында 3. Бұл жерде салыстыру үшін түбірдің астына енгізіп көрейік қазір. Бағана біздер түбір астынан шығардық, енді бұл жерде енгізіп көрейік қазір. 0,2 ол квадрат болып көреді дедік, көбейту 200 болады. Яғни былай жазамыз. 10 түбір астына кіргізсек, 10-ның квадраты болады, сосын көбейту 3 болады. 0,2 ол 0,104 болады, көбейтілген 200. Түбір астында өтірден кейін 2 сан, мына жерде 2 0 бар. Жойылады, мына өтірді көшіреміз, 4 көбейтілген 2 болады. Яғни 8.
Мына жерде бізде 100 көбейтілген 3 түбір астында. 300 түбір астында. Так, мына жерде түбір асты 8 үлкен ба, немесе түбір асты 300 үлкен ба деген кезде, енді мынау үлкен ғой бізде. Сондықтан осылай қоямыз. Екінші есеп. 0,5, 108, 9,3. 0,3-ті түбірдің астына енгізейік. 0,5-тің квадраты көбейтілген 108 болады. 9-ды түбірдің астына енгізейік. 9 квадрат көбейтілген 3 болады. Мұнда 81 көбейтілген 3 түбір астынан. Ал мұнда 0,125 көбейтілген 108 болады. Түбір астынан. Енді 0,125 ол бізде 4-тен 1 деп жазсақ болады. Мұнда 108 тең 4 пен 108 қысқарады. Болады 27 түбір астынан. Ал мұнда бізде 81-ді көбейтсек 3-ке, ол болады 243. Енді 243 үлкен екен көрініп тұр. Сондықтан 9 түбір асты 3 бізде үлкен болады. Үшінші есепте осылай шығады. Көбейтуді орындаңдар. Енді АБ түбір астынан көбейтілген А болады, және А түбір астынан көбейтілген түбір асты Б болады. Яғни мына түбірлері бірдей болғандықтан барлығын бір түбірдің астына жазамыз. Мына қараңдар, АБ көбейтілген А дейміз де, қосылған АБ көбейтілген Б дейміз. Сонда мына жерде бізде А көбейту А ол А квадрат болады. Көбейту Б қосылған Б көбейту Б ол Б квадрат болады. Түбір астынан тең. Енді А квадрат бізде түбір астынан шығарсақ болады. Осылай қалдырсақ та болады. Немесе А түбір астынан Б қосылған Б түбір астынан А деп жазсақ болады. Себебі А квадрат түбір астынан шығады, және Б квадрат түбір астынан шығады. Мысалы, үшінші есепті қарайық. Түбір астында X, түбір астында Y. Қосамыз, 2 түбір асты X, қосылған түбір асты Y тең. Түбір асты X-ті бірінші қосылғышқа көбейтеміз, екінші шақшадан, сосын екіншісіне көбейтеміз. 2 түбір асты X көбейтілген түбір асты X-ні көбейттік, сосын түбір асты X көбейтілген түбір асты Y болады. Сосын астынан көбейтеміз. Түбір асты Y-ті мұна 2 түбір асты X-ке. 2 түбір асты X көбейтілген түбір асты Y қосылған. Сосын түбір асты Y-ті түбір асты Y-ке көбейтсек, түбір асты Y көбейтілген түбір асты Y-ті бар жазамыз. Енді екі түбір бірдей болып тұр, ол түбір асты X-тің квадраты. Алдында 2 бар әрине. Мына жақта X, Y болады бір түбірдің астында. Мына жақта бір түбірдің астына жазып жібереміз, X, Y болады. Қосылған. Мына жерде Y квадрат түбір астында болады. Енді мына түбір біздер шығады, түбір астынан 2x болып, оны білеміз. Қосылған, мына жерде 1 түбір астында x, y, 2 түбір астында x, y, екеуін қосса 3 түбір астында x, y болады. Қосылған түбір асты y квадрат ол y болады. Болды. Осы жауап. Көбейтуді орындаңдар деген осылай болады. Қалған екі есепте осылай шығады. Өрнекті ықшамдаңдар. Бұл жерде енді біздер формуланы білуіміз керек. А минус Б және А квадрат қосылған А Б қосылған Б квадрат. Бұл бізде кубтардың алымы болады. Кубтардың алымы. Сонда мына бірінші есепті қарайтын болсақ, бір түбір астында X. Мен енді 1 квадрат деп жазайын мына жерге қазір. Түсінікті болу үшін 1-дің квадраты бәрібір 1. Сосын мына жерде 1 көбейтілген түбір асты X деп жазайын. Сосын мына X-ті біздер түбір астында X квадрат деп жазамыз. Себебі түбір асты кез келген сан, мысалы міне айттық біздер, түбір астында X квадратқа тең болады. Ал ары қарай
Бұл мына формулаға тура келіп тұр. Міне а дегеніміз 1, б дегеніміз түбір асты x болып тұр. Соңында бізде 1-дің кубы азайтылған түбір асты x-тің кубы болып тұр. Сонда 1 азайтылған осылай қалады жауап бізде. Мысалы 4-ші есепті қарайық. X қосылған түбір асты y, x квадрат азайтылған x түбір астында y қосылған y тең. Бұл жерде тек қана мынандай айырмашылықпен көшіреміз. Түбір асты x квадрат қалады, азайтылған x түбір астында y. Ал мына y-ті біздер түбір асты y квадрат деп жазамыз. Мына формулаға сәйкестендіру үшін мына жерде квадрат тұр ғой бізде. Сондықтан міне түбір асты y, түбір асты y және түбір асты y-тің квадраты. Ал x-тің квадраты x ол бар формулада. А квадрат а деген сияқты. Онда ол x-тің кубы минус түбір плюс болады. Себебі бірінші жақшада плюс болатын болса, формулада плюс болады. Түбір асты y-тің кубы болады. Жауап осылай қалады. Қалған екі есепте осылай шығады. Өрнектің мәнін табыңдар. Бірінші есеп біздер кәдімгі бөлшектерді азайтамыз. 3 түбір астында 2 азайтылған 4, азайтылған 1 бөлінген 3 түбір асты 2 қосылған 4 тең. Ортақ бөлімге келтіреміз. 3 түбір асты 2 азайтылған 4, 3 түбір асты 2 қосылған 4 деп. Қосымша көбейткіш береміз. 3 түбір асты 2 плюс 4 болады. 3 түбір асты 2 минус 4 болады. Қосымша көбейткіштен 1-ге көбейтсек санның өзі шығады. 3 түбір асты 2 қосылған 4. Азайту. Бірақ екіншісін біздер жақша қаламыз. Себебі мына жер азайту тұр, қазір таңбалар ауысып кетеді. 3 түбір асты 2 азайтылған 4 дегенді жақшаға аламыз. Енді үстін көшіреміз. 3 түбір асты 2 қосылған 4 минус 3 түбір асты 2. Енді мына жақшан шыққан кезде ішіндегі таңбалар қарама-қарсы өзгеріп кетеді. Мына минусымыз плюс 4 болып кетеді. Ал астында бізде қысқаша көбейту формуласы бүгін бірнеше рет кездесті. Яғни квадраттарының алымы а минус б, а плюс б. Яғни 3 түбір асты 2 квадрат азайтылған 4 квадрат тең. Мына екеуі жойылады. 4-ке 4-ті қоссақ 8 бөлімінде бізде квадраттаймыз. 3-тің квадраты 9, түбір асты 2-нің квадраты ол 2. Түбірді квадраттасақ, түбірдің астындағы санның өзі шығады. Минус 4-тің квадраты 16, 8, 18 азайтылған 16 болады 2. 8-ге 2-ні бөлсек, жауап 4. Төртінші есеп шығарып көрейік. Түбір асты 5 минус түбір асты 3. Себебі бірінші есепке ұқсайды. Үшінші және екінші есеп. Төртінші есеп шығарып көрейік. Қосу түбір асты 5 қосылған түбір асты 3. Түбір асты 5 азайтылған түбір асты 3 тең. Ортақ бөлім бізде тағы да солай қалады. Түбір асты 5 қосылған түбір асты 3 және түбір асты 5 азайтылған түбір асты 3 болды. Қосымша көбейткіш мұнда бізде мынау барады. Түбір асты 5 азайтылған түбір асты 3. Ал мына жерге қосумен барады. Енді мына жерде бізде 2 көбейткіш бірдей болып тұр. 2 яғни бірден квадраты деп жазсақ та болады. Жарайды, қазір көшіре салайық. Плюс түбір асты 5 қосылған түбір асты 3-тің осылай көбейту. Енді бұл түбір асты 5 азайтылған түбір асты 3-тің квадраты деп айтылады. Және түбір асты 5 қосылған түбір асты 3-тің квадраты. Осылай ал астында алымдардың квадраты және тура алдыңғы есептегідей түбір асты 5 квадрат азайтылған түбір асты 3-тің квадраты тең. Енді мына жерде квадраттың алымы формуласын ашамыз. А минус б-нің квадраты. Яғни түбір асты 5-тің квадраты минус 2 көбейтілген түбір асты 5 түбір асты 3 болады. Қосылған түбір асты 3-тің квадраты. Қосылған екінші жақшаны ашамыз енді.
түбір асты 5-тің квадраты қосылған 2 түбір шу түбір асты 3-тің квадраты болады. Соның барлығын бөлеміз. Астын түбір асты 5-тің квадраты ол 5 болады және 3 болады. Тең. Енді мына жерде бірдей өрнектері бізде мыналар болатын, мынау жойылады. Түбір асты 5-тің квадраты ол 5, түбір асты 3-тің квадраты ол қосу 3 болады. Мына жерде 5, мына жерде 3 болады. Қосу 5, қосу 3 болады. Астында бізде 5 азайтылған 3 ол 2. Тең. Енді үстінде бізде 16 бөлінген 2 тең 8 болады жауап. Бөлшекті қысқартыңдар. Бірінші есепті қарайық. X түбір асты X азайтылған Y түбір асты Y бөлінген түбір асты X азайтылған түбір асты Y тең. Енді бұл жерде тағы да сол қысқаша көбейту формуласы, кубтардың алымы формуласын қолданамыз. X-ті кубтасақ, түбірдің астына енгіземіз. Яғни X квадрат болып көреді. Түбірдің астына өзін көбейтілген X дейміз, азайтылған мына жерде Y бізде. Y түбір астына енгізсек, Y квадрат болып келеді, және көбейту Y дейміз. Бөлінген түбір асты X азайтылған түбір асты Y болады, тең болады. Енді мына жерде X куб бізде азайтылған Y куб болады. Бөлінген мына жерде куб түбір асты X минус түбір асты Y. Енді кубтардың алымы бізде бағана айтты, ол түбір асты X азайтылған түбір асты Y. Сосын түбір асты X-тің квадраты қосылған түбір асты X. Екеуін жеке-жеке көбейтсек, бірақ бір түбірдің астына жаза салайық. Сосын түбір асты Y-тің квадраты. Бөлінген түбір асты X азайтылған түбір асты Y. Мынау жойылады, қалғаны мынау жауап болып қалады. Мына жақша жауап болып қалады. Мен қысқаша мына жерге былай жаза саламын. Мысалға,